Өтеген қызы Қызғалдақ, РПЗ 25-4. Біз Алматы облысында саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған музейге келген едік. Бұл Талғар ауданының Жаңалық ауылында репрессия құрбандарын мәңгі есте сақтау үшін ашылған мұражай 3 экспозициялық залдан тұрады. Бұл жерде 1916 жылы ұлт-азаттық көтеріліске қатысқан батыр ағаларымыз туралы Қазыбек Шорманов, Ұзақ Саурықов, Жаңабай Құдайбергенов және Жәмеке Мәмбетов. Кеңес үкіметіне қарсы шыққан адамдарды олар барлығын қырып отырған болатын. Жаңабай Құдайбергеновті патша үкіметі мен ату жазасына кесілген, ал Жәмеке Мәмбетов түрмеде у беріп өлтірілген. Қазақстанда тоталитарлық жүйенің орнауы 1925 жылы күзде аймақтық партия ұйымының жетекшісі болып сайланған Голощекиннің есімімен байланысты. Ауылдарда кіші қазан саясатын іске асыру идеясы тікелей Голощекинге тиесілі. 1926-1927 жылдары егістік жерлер мен жайылым алқаптарын бөліске салды. Кіші қазан идеясының келесі қадамы ірі байлар мен малдары бар шаруалардың мал мүліктері түркілеп, отбасымен бірге аумақтық тыс жерге қоныс аудару болды. Ал бұл карцер, зындан, жазалау бөлмесі темір торлы терезенің қалың әйнегінен ішке күңгірт сәуле ғана өтетін, тұтқынға мұздай еденде тәулігіне 4 сағат қана ұйықтауға рұқсат беріліп, қалған уақытқа тікесінен тік тұруға мәжбүрлеген. Қандай да бір артық қимыл жасаса, қарауылдың қаһарына. Бұл жерде сол заманда тұтқынға алу көрінісі. Сонымен қатар ол кезде ұлт зиялыларын ғана емес, олардың да әйелдерін де қамап тастаған болатын. Бұл көріністе балаларын анасынан айырылып жатырған сәт болған еді. Ол кезде тек қана балаларын тамақтандыру ғана үшін беріп, ал басқа уақытта балаларын бөлек ұстаған болатын. Сол кезде зорлық-зомбылықтың кесірінен 1400-ден астам бала дүниеге келген еді. Қабырғадағы қара тақтаға жазықсыз атылған 1425 адамның аты жазылып, әрқайсысына жеке нөмір берілген. Аты жөнінің тұсындағы нөмірді мониторда теріп, ол адам туралы ақпаратты анықтауға болады. Қазақтың қаймағы саналған сол кездегі тұлғалардың немен айналысқаны, қандай баппен айып тағылып, қай күні қаза тапқанын да көруге болады. Бізге конференция залда өз туған анасы өзінің ер баласын ұрпақ жалғастырушы деп сақтағысы келгені үшін өзінің туған қызын тастап бара жатырған видеороликті көрсетті. Бұл видеороликті көру сәтінде көзден жас тамызбау мүмкін емес болды. Және де бізге сол видеороликте археологиялық қазбаларды көрсеткен болатын. Бұл жерде сүйектер мен түрлі жәдігерлерді көрсетті. Бұл Қазақстанның картасында қай аумақтарда лагерлер бар екенін көрсетілген, яғни қамауға арналған лагерлер. Ал бұл қасіретті нәубет құрбандарына, жазықсыз тазаланғандарға, аты жазылғандарға, жасырын көргендерге арналған. Бұл музейге бару әрбір қазақтың міндеті деп санаймын. Бұл тарих сүйектен өтеді, жанға жетеді.